Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін әдебиеттік оқудан бірінші бөлімнің соңғы сабағы, 47-ші сабақ. Бүгінгі тақырып не үйрендім? Жазба жұмысы. Ақын жазушыларға еліктеп ойыңды көркем жеткізе аласың ба? Байқап көр. Білімдегі ақын жазушылар қолданған әдемі сөздер мен сөз тіркестерін пайдаланып, өз ауылың, қалаң, туған жерің туралы әңгіме құрастырып жаз. А. Табиғат көрінісі: мөп-мөлдір аспан, қол жетпес асқар аппақ қардай ақмата, жұпар сепкен гүл, алтын дәнді дала. Кешкі ауыл көрінісі: қоңырсыған сүт, қайнатқан қаймақ иісі, түтіннің иісі де жағымды. Б. Ұлы елдің әлпештеген ұланымыз, ертеңі жарқыраған жұлдызымыз. В. Туған жеріңе деген сезіміңді мына сөйлемдер арқылы білдіріп көр, және олар кімдердің шығармаларынан алынғанын есіңе түсір. Ыстық қой шіркін туған жер, отан, бәрінен биік екен, мен оны мәңгілікке сүйіп өтем. Неткен сұлу, неткен көркем, осы менің туған өлкем. Біздің ауыл табиғаттың бір кереметі: мөп-мөлдір аспаны, асқар таулары, алтын дән даласы және көкжиектен шыққан күн ауылды нұрға бөлейді. Кешкі ауылдың көрінісі ерекше бір жылылық пен тыныштыққа толы. Әр үйден сүттің иісі аңқиды. Ұлы елдің биік тауы, көлі нұры, әр жүректе мәңгілік оның жыры, тұғырына тәуелсіздік туын тігіп, қазақ деген халқымыздың ұлы. Туған жер алтын бесігім, оған деген махаббатым шексіз, оның табиғаты да, ауасы да жүрегіме жақын. Отан, бәрінен биік екен, мен оны мәңгілікке сүйіп өтем өлең жолдары Мұқағали Мақатаевтың шығармаларынан алынған.